Байқоңырда тасын өрге дөңгелеткен кәсіпкерлер бизнестерін тоқтатуға мәжбүр. Бұл туралы Атамекен бизнес телеарнасына отандасымыз Қуандық Жәнібеков мәлімдеді. Кәсіпкер ащы шындықты айтуға бел буған жалғыз бизнес өкілі, қалған адамдар жалғалған мекемелерінен айырыламыз деген үреймен тіс жармайтын көрінеді. Айта кетуіміз керек, 2050 жылға дейін Ресей Федерациясымен жалғалынған Байқоңыр аймағында тұратын 77 мың тұрғынның 50 мыңға жуығы қазақстандықтар. Қуандық Жәнібеков өзінің 30 жылын бизнеске сарп еткен маман. Осы уақытқа дейін бірнеше бағытта жұмыс істеп, жалғалған мүліктің бір бөлігін ресейлік инстанцияларға беріп, бітпейтін лицензиялардан шаршағанын айтады. Енді Байқоңыр нарығынан ат-тонналық ашуға мәжбүр. Бизнесмен жергілікті кәсіпкерлердің басым кірісі мен айналымдағы қаражаты салыққа, қалғаны батпандай коммуналды қызметке кететінін айтады. Ең бірінші свет. Электро деген светке біздің Қазақстанда 21 теңге ма, сондай болатын болса, бұлар 45 теңгеден, мысалы, жеке кәсіпкерлер светке төлеп отыр. Көп табыстың көбі светке кетіп қалады. Көрдіңіз ба? Сосын налогтың басқа түрлері де бар. Өте қиында, сосын кейбір Қазақстанның товарларына бұлар косвенный налог салып отыр. Байқоңырдағы қазақстандықтардың не жекешелендірілген тұрғын үйі, не жылжымайтын мүлкі жоқ. Халық банкінің жалғыз филиалы кепілдікке салатын мүлік болмағансын, кәсіпкерлерге несие бермейді. Байқоңыр қаласының статусы туралы келісім бойынша мұндағы әрбір кәсіпкер Ресей Федерациясының салық органына тіркелуге міндеттеледі. Осындай жағдайлармен ресейлік зейнетақы қорына 15 жыл жиналған аударымының аты да жоқ, дейді Қуандық. 15 жыл кәсіпкер болдым. Россияға налог төледім да, менің пенсионный фондым 5 жылы ақша төледік қой біздер. Сол жоқ қой қазір. Мысалы, мен 15 жыл өмір ғой ол деген. Қай жаққа төледің? Россияға кетті ғой ол. Сол сияқты мынау кәсіпкерлердің бәрі сол пенсионный фонда Россияға кетіп отыр мысалға. Барып сұрасаң, сенің шотыңда ақша жоқ дейді. Ресейлік Константин Черкасов әріптесі болған Қуандық Жәнібековтің сөзін құптайды. Бірінші қажеттіліктегі тауарларды сатумен айналысатын Ресей азаматы байқоңырлықтардың тұтынушылық қабілеті күрт төмендеп кетті дейді. Космическая деятельность. Ғарыш саласы тоқтатылды, жалақы төмендеп кетті. Қазір салықта орасан зор. Қазақстанда шағын бизнес салықтан босатылса, Ресейде керісінше жаңа жылдан бастап 10 есеге арттырмақ. Коммуналдық тарифтің өзі асқақтап тұр. Өмір сүріп емес, өмір үшін арпалысып жүрміз. Карантин кезінде Байқоңырдағы кәсіпкерлердің өз сауда нүктелеріне баруы қиямет қайым болып кетті. Байқоңырдан ат шаптырым жерде орналасқан Төретам мен Ақай кенттеріндегі бизнес өкілдерінің құқығын қорғауға өңірлік кәсіпкерлер палатасының өкілдері келді. Хотя по законодательству Казахстана. Қазақстан заңнамасы бойынша олардың қызметіне рұқсат берілген. Қызметтері Қазақстан Республикасында шектелмесе де 42.500 теңгеге әлеуметтік төлем берілмей қойды. Карантин енгізілген жағдайда бас санитарлық дәрігердің бұйрығымен Байқоңыр қаласының ерекше статусын, одан кәсіпкерлерге туындайтын қиындықтарды ескеруді сұраймыз. Байқоңыр тұрғындарын тағы бір мәселесі жұмыссыздық. Жастар режимдік қаладан кетуде. Тек қалада ашылған қазақстандық мектеп пен аурухана есебінен жеңілдік тауып отыр. Кадрлық басымдылық жас дәрігерлер мен ұстаздарға берілген. Ал инженер, IT маманы, заңгерлер, экономистер мен есепшілер Байқоңырдан тыс жерден жұмыс іздейді. Алмас Амангелді, Оңғар Саймасаев, Атамекен бизнес.